Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімінде ашық есік күні өтті. Келісім шартқа отыру, коммуналдық және ипотекалық үйді есепке алу бөлу секторының мамандары тұрғындарды айына бір мәрте жеке сұрақтары бойынша қабылдайды. Мамандардың айтуынша, әсіресе баспана сұрап келетіндер қатары осы күнге дейін бір азаймапты. Бүгінгі қабылдауға да пәтер проблемасымен келгендер көп. Былтыр шаһарда жас отбасыларға 84, ал коммуналдық тұрғын үй кезегінде тұрған баспанаға мұқтаждар үшін 144 пәтер беріліпті. Соның өзінде мемлекеттен тұрғын үй алуға мүдделілер азаймай отыр. Қабылдауға келгендер тұрғын үй кезегіне тұруға және баспанасын жекешелендіру бойынша өтініштер жазды. Мен келгенім квартира жөнінде келбедім. Сұрайын деп. Енді 2008 жылдан бері тұрым. Содан кейін енді ал заведующийне кірінші деп бірінші келгенім өзі неше жыл бойы келмей. Уже мінекей 7 жыл болады, 8 жылға кетті ғой. 8 жыл болады. Сол сұрап едім, айтты, осылай только ветеринарға беру керек. Сосын мата дөнішкалар сізге әлі бере қоятындай неміз жоқ, жағдай жоқ, әлі үйлер салынып жатыр. Тұрғындарды жеке сұрақтары бойынша аталмыш бөлімнің 5 маманы қабылдап жатыр. Қабылдау таңертеңгі 10-нан кешкі 5-ке дейін жүргізіледі. Тұрғын үй қатынастары туралы қолданыстағы заңнама талаптарын түсінбейтіндер көп дейді мамандар. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бүгін ашық есік өткізіп жатыр. Ең көп сұрақтар жекешелендіру, жас отбасылар туралы, ипотекалар, квартира алу, кезекке тұру, сондай сұрақтар мен кісілер бізге келіп жатыр. Бір сағаттың ішінде 30 адамға қарай келді. Бір сағаттың ішінде 30-ға тарта адам қабылдауға келді. Олардың арасында жастар да, егде адамдар да бар. Көбі тезірек үй алуға ниетті. Бірақ бөлім мамандары тұрғын үйге мұқтаждар тізімі 4 кезек бойынша жүргізілетінін, әркім өз ретімен пәтерге қол жеткізетінін деді. Айгүл Ысқақова, Дулат Мұсафиров, Ақпарат.